Тезірек сөйлеуге тырысайын. Сен ставка қойма. Сен ставка қоясың бүгін. Аргентина, Англия ойнайды, сен соған ставка қоясың. Жарайды, ұтасың. 1000 теңге қойдың, 2000 теңге ұтасың. 5000 қойдың, 10 мың ұттың. 100 мың қойдың, 20 мың ұттың дей. Жарайды, ұттың базарлап. Бірақ сен ол ақшаны аласың да, счетыңа жібересің. Счетыңда 120 мың болады. 100 мың теңге болып, 20 мың ұттың, 120 мың болды. Оны мысал ретінде алсақ, сенің алдында бешбармақ дайын, өзінде дайын бешбармағың тұрды үйде, қазан бір қазан дайын бешбармақ. Сен алдында біреу саған кіріп ет берді. Мынау шошқан еті деп берді бақса. Сен алдың, жарайды деп алдың, шошқан етін алдың да, үйге әкелдің да, жаңа пісіп жатқан, пісіп тұрған неге сала салдың. Бешбармаққа сала салдың. Сорпасымен бәрі дайындалып жатқан. Сенің тамағың харам болды. Сол сияқты сенің жаңа 100 мың теңгесін берекелі ақшаң, берекесі өзің еңбегіңмен тапқан ақшаңды алдың да, ставкадан келген 20 мыңмен харам болып жедің. Және сол 120 мыңға сатып алған кез келген тамағың, кемің, нең болсын, жаңа балалар алып берген затың болсын, ол харам болады. Былайша айтқанда, сені қоректендірген әрбір адамның клеткасы тозаққа лайықты болады. Мен ойнамадым емес, ойнадым. Бірақ енді уақыт өте келе санам кіріп, есім кіріп, дәл саған сондай кеңес беріп жатыр. Ұтқан ақшаңның қандай ақша екенін біліп жүр. Және бүгіннен бастап, бүгін сен ставка қоймайды деп сенемін. Болашақта да соны кішкене санаңа салып көрсең деген ой салу тек қана. Менде сол миссия. Таңертеңерде тұрыңыздар, таңғы берекеңізді алыңыздар. Таңертеңерде тұр, күніңіз сәтті өтсін.